Желіде сүйінші ақпарат тарады, барша көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, бұл видеоролик үшін бір ғана емес ондаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлеметсіздер ме құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Кімдердің зейнетақысы жоғары болатындығы белгілі болды. Кімдердің зейнетақысы жоғары болатындығы белгілі болды. Міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткен кездегі базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым да көп болмақ деп жазады Демократ.кз сайты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сілтемесін жасап. Жыл басынан бері республикалық бюджеттен 3 триллион 868 миллиард теңге сомасындағы зейнетақы төленген. Оның ішіндегі базалық зейнетақы төлеуге 1 триллион 252,4 миллиард теңге, ынтымақтастық зейнетақы төлеуге 2 триллион 615,6 миллиард теңге қарастырылды. 2025 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша зейнеткерлердің саны 2 миллион 524 мың адам. Жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 142,669 теңгені құрады. Оның ішіндегі ынтымақтастық зейнетақы мөлшері 95,096 теңге, базалық зейнетақы 47,573 теңге деп жазылған министрліктің хабарламасында. Бұдан бұрын хабарланғандай, 2025 жылғы 1 қаңтардан базалық зейнетақы төлемінің мөлшері Қазақстан Республикасы ұлттық банкі айқындайтын инфляция болжамы деңгейінде сәйкес 6,5%-ға, ынтымақтастық зейнетақы 8,5%, яғни инфляция деңгейінің 2%-ын қоса отырып ұлғайтылады. Бұдан басқа мемлекеттік басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап 5 жыл ішіндегі ең төменгі базалық зейнетақының ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғарғы 120%-на дейінгі жыл сайын кезеңменен арттыру жүзеге асырылады. Мәселен, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 65%-нан 70%-ға дейінгі ұлғайтылады. Бұл 32,360 теңгені құрап, оның ең жоғарғы мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 105-тен 110%-ға дейін арттырылып, 50,851 теңгені құрайды. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатындығын еске саламыз. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақтастық жүйедегі жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдері зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан да аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан аса әр жыл үшін оның мөлшері 2% артады. Ал егер сізден өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан да көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғары мөлшері, яғни 110% белгіленеді делінген хабарламада. Егер бір ай ішіндегі міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысты мерзімі 1 айда құрайды. Осылайша міндетті зейнетақы жарналары неғұрлым тұрақты және де толық көлемде аударылатын болса, зейнет жасына жеткенде базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері соғұрлым көп болады. Өз кезегінде азаматтың жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс өтілі кем дегенде 6 ай қажет және де зейнеткерлікке дейінгі кезеңдегі орташа айлық табысына байланысты болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға ілесіп сау саламатта болыңыз.